Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ оңай дайындалатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалайық. Ең алдымен бізге керегі 140 грамм ұн, қамыр қопсытқыш 10 грамм, 150 грамм қант, 150 грамм манная крупа, 100 мл сұйық май және де 200 мл айран керек. Ең алдымен ұнымызды қамыр қопсытқыш, қант және манная крупа төртеуін құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне сұйық майымыз бен айранды құйып, араластырып қамыр жасаймыз. Міне қамырда дайын болып қалды. Енді пісіретін ыдысымызды, яғни формамызды дайындаймыз. Менде 20-30 көлемдегі форма. Астына кішкене сары май жағып, біздің қамырымызды құйып, бетін тегістейміз. Енді пирогты 180 градус алдын ала қызып тұрған пеште 30-35 минут беті жақсылап қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз да дайын болды. Енді толығымен суытып, одан кейін кесіп, дастарханға ұсынсаңыз болады. Дайындалу өте оңай, жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыз. Себебі алдыда әлі де әртүрлі рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.